Келесі 357 есебіміз. Жұлдызшаның орнына тиісті санды қойып, берілген натурал санды жай бөлшек түрінде жазыңыздар дейді. Қандай санға 3-ті бөлсек 2 шығады? Соны табу керекпіз. Сонда 2 тең болады. 6 санын 3-ке бөлсек 2-ге тең болады екен. Келесі екіншісінде қандай санды, 14-ті қандай санға бөлсең 2 шығады? Ол бізде 7 екен. Яғни 14-ті 7-ге бөлсек 2 шығады. Келесі екіншісін шығарайық. Қандай санды 4-ке бөлсек 8 шығады? 32 санын 4-ке бөлсек 8 шығады. Енді қандай санды 9-ға бөлсек 8 шығады? Сонда 72 санын 9-ға бөлсек 8 шығады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Қандай санды 5-ке бөлсек 12 шығады? 12-тен бізде 60 санын 5-ке бөлсек 12 шығады. Дәл солай 96 санын қаншаға бөлсек 12 шығады? Ол бізде 8-ге бөлсек 12 шығады екен. Келесі 27 тең 270 санын қандай санға бөлсек 27 шығады? Ол бізде 10-ға тең болады екен. Келесі қандай санды 100-ге бөлсек 27 шығады? Ол бізде 2700 санын 100-ге бөлсек шығады 27 саны. Келесі 358 есебіміз. Айжанда 3 бүтін алма. Яғни 3 бүтін алма 1, 2 және 3 бүтін алма бар. Және 2 жарты алма. Яғни бір алмада соның 2-ке бөліп алған, яғни 2 жарты алмадан бар. Жарты алмадан біреу, жарты алмадан екіншісі, сонда 2 жарты алма. Және 4 ширек алма. Ширек дегеніміз алманың 4-ке бөлінгені. 4 ширек алма бар. Енді Айжанда барлығы неше алма бар дейді. Сонда 2 жарты алманы қосқанда 1 алма болады. 4 ширек алманы қосқанда 1 алма болады. Сонда 2, бастапқыда 3, сонда 5 алма бар екен. Келесі 359 есебіміз. Гүл шоғында 5 қалампыр гүлі, 13 түймедақ гүлі және бірнеше раушан гүлі бар. Егер гүл шоғында барлығы 27 гүл болса, ондағы раушан гүл барлық гүлдердің қандай бөлігі дейді. Бізде барлығы 27 гүл бар. Оның 5-еуі қалампыр, 13-і түймедақ, қалғаны раушан гүл. Раушан гүлді білу үшін азайтамыз. 5 қосылған 13. Тең нәтижесі тең болады бізде 9 раушанға. Яғни 9 раушан гүлі бар екен. Есептің шартында егер гүл шоғында барлығы 27 гүл болса, ондағы раушан гүлі барлық гүлдердің қандай бөлігі дейді. Барлық гүліміз 27-ге тең болса, оның 9-ы раушан гүл. Яғни 27-тен 9 бөлігі раушан гүл болады екен. Келесі 360 есебіміз. Қабырғасының ұзындығы 4 сантиметрге тең квадрат кескінделген. Яғни А тең бізде 4 сантиметрге тең. Енді квадраттың қандай бөлігі боялған? Бізде бір квадратты қақ ортасынан бөлсек, үшбұрыш пайда болады. Мынаны бөлсек, үшбұрыш пайда болады. Үшбұрышқа бөлген себебіміз бір бөліктеріміз үшбұрыш. Сонда квадратымыз толықтай 16 үшбұрышқа бөлінді. Яғни барлығы 16 үшбұрыштың 4-теуі боялған екен. Яғни 16-ның 4 бөлігі боялған. Енді екінші шартында квадраттың боялған бөлігінің ауданын табыңыз. Бірінші біз квадраттың ауданын тауып алайық. Ол дегеніміз S-тен
4-тің екінші дәрежесі, ол тең болады 16-ға. Енді 16 осы ауданның боялған бөлігінің ауданын табу керекпіз. Ол үшін 16-ны бөлеміз 16-ға, көбейтеміз, оның ішінде 4 бөлігін аламыз. Сонда нәтижесі тең болады екен 4-ке. Сонда боялған бөліктің ауданы 4-ке тең болады екен.